Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз лимонный пирог дайындаймыз. Ең алдымен начинкасына көшсек. Лимонның осылай цедрасын, яғни қабығын алып тастаймыз, және сыртқы қабығын алған кезде осындай ағында қалдырыңыздар. Енді осы лимонды 4 бұрышты өте ұсақта емес қылып тураймыз, ал дәнегін алып тастаңыздар. Себебі дәнек кішкене ащы, неприятныйдан береді. Осындай кішкентай ыдысқа туралған лимон мен қантты салып, орташа отқа қоямыз. Жақсылап тұрып араластырамыз, қанты толықтай еруі керек. Қанты ерігенде ыдысқа құйып еземіз, яғни басқа ыдысқа ауыстырамыз. Толықтай езілген соң, жаңағы ыдысқа қайта құйып, орташа отта қоюланғанша ұстаймыз. Крахмал қосамыз. Жем болғанша отта ұстаймыз. Шамамен 10 минуттай кетеді. Міне начинка осындай болып шығады. Енді пирогтың қамырына көшсек, яғни песочное тесто жасаймыз. Қаймаққа қант, сүт құйып араластырамыз. Бұл жерде сүттің де, қаймақтың да майлылығы маңызды емес. Ал сары май қатты ерімеу керек, және қатты мұзда болса жарамайды. Міне қазір көрсетемін, тура осындай болу керек. Енді осыны ұнға салып, қолмен үгітеміз. Осыған сода қосамыз. Және үшеуін араластырамыз. Міне осындай болып шығуы керек. Енді песочное тесто илейміз. Пирогымыздың қамыры дайын. Енді осыны холодильникке 30 минутқа саламыз. Холодильниктен шығарғаннан кейін жаямыз. Форманың диаметрі менде 26. Осылай қолмен дұрыстап, артық жерлері болса кесіп тастаймыз. Начинкамызды саламыз. Және де жаңағы артық қамырдан осылай кесіп алып, пирогтың бетіне қойып шығамыз. Міне пирогымыз осылай болып шығуы керек. Және 180 градуста 30 минуттай пісіреміз. Біздің лимонный пирогымыз пісті. Мен бөлме температурасында толықтай суытып алдым. Енді әдемі болу үшін қант ұнтағын сеуіп шығамыз. Ыстық күйінше қант ұнтағын, яғни сахарная пудраны сеппеңіздер, ол еріп кетеді. Мінекей біздің лимонный пирогымыз дайын болды. Пирог өте нәзік әрі жұмсақ болып шығады. Барлықтарыңызға ас болсын.